Бүгін 2021 жылы шыққан әліппедегі тасбақа хикаясын айтып беремін. Онымен ғана қалмай, әліппедегі тасбақа суреті және Сеймур Пейперт жайлы да айта кетемін. Әліппедегі тасбақа суретіне не қатысы бар десеңіз, әңгімемді толық тыңдау үшін Естісөз YouTube каналыма және Естісөз Instagram парақшама жазылып қойыңыз. Балаларды ересектер секілді ойлауға мәжбүрлегенше, ең жақсысы олар тамаша үйренуші екендігін естен шығармауымыз керек. Және оларға барынша ұқсауға қатты тырысайық деген Сеймур Пейперт. Сеймур Пейперт есімі білім әлеміндегі тасбақамен байланысты болған соң, бүгінгі әңгімемде ол жайлы да айта кетейін дедім. Абай атамыз айтқандай, мұны жазған кісінің атын білме, сөзін біл деп, Сеймур Пейперттің атын есте сақтай алмауымыз мүмкін, бірақ жасаған заты білім әлемінде ұмытылмайды, уақыт өтсе де ескірмейді. Сеймур Пейперт жасанды интеллект жасаушылардың бірі, санадағы төңкеріс, балалар, компьютерлер және жемісті идеялар деген кітабы 1980 жылдарда шықты. 1966-67 жылы Пейперт бастаған ғалымдар лого тілінің алғашқы нұсқасын жасады. Экрандағы томпақ электрондық заттың кеудесін жауып қою үшін тасбақа секілді жасай салған тасбақаға қайда барып орналасатынын көрсету үшін қолданған. Логоны программалау арқылы бала математикалық түсініктерді меңгерген, қызығушылықпен, ықыласпен үйренген. Білім әлеміне тасбақаның келуінің бір әңгімесі осындай. Енді әліппедегі тасбақа хикаясының тарихын айтып берейін. 1939 жылғы оқу кітабы Төлебаевтың 21 бетінде бақа-бақа балпақ, басың неге жалпақ, көзің неге тостақ, бұтың неге талтақ, қырдан қарауыл көп қарап, көзім содан тостақ деген өлең бәріміз былтырға дейін оқып келдік. 2016 жылы шығып, былтырға дейін оққан бірінші сынып сауат ашу кітабының 13 бетінде берілген осы өлең болды. Балалар тасбақа суретінен мақұрым қалмай, 2021 жылы шыққан әліппеге де қойып бердік. Тасбақа деген қос сөз арқылы балаларға дыбысты үйрету үшін әліппеге алынды. Өлең болмаса да, бақа-бақа балпақ тасбақа білім әлемінде бұдан былай бізбен бірге болады. Бірінші сынып 2016 жылғы шыққан сауат ашуда тасбақа суреті арқылы берілген тапсырма бар еді. Суретте көрсетілген заттардың көмегімен қандай жаңа зат шығаруға болады. Суреттегі заттар тас және бақа, жаңа зат та тасбақа болатын. Тасбақа деген сөзді буынға бөлгізу үшін қойылған сурет. Тасбақа қос сөз, қатаң дауыссызбен бітеді бірінші сөз. Оған жалғанған бақа сөзіндегі б дыбысы ұяң дауыссыз, осылардың жазылу айтылу емлесі бар. Тас бір буынды сөз, бақа екі буынды бөлек сөз. Қысқасы тасбақа сөзінде грамматикалық, лексикалық, этимологиялық күрделілік бар. Бірінші сынып партасына балаға ең соңғы мысал ретінде берілетін сөз. Дыбыс пен буынды үйрету үшін қос сөз алынуы сәтсіз таңдалған мысал болғандай, тасбақа сөзін тас және бақа суреті арқылы көрсетудің ғылымилығы туралы қазақ тілі ғылымы былай дейді. Тасбақа сөзі тас және бақа сөздерінен жасалмаған, тос және бақа сөздерінен жасалған. Академик Рабиға Сыздықова тасбақа деген сөздің тосбақа екенін сөздер сөйлейді кітабының 119 бетінде тостақ бақа, тостаған бақа, тостағандай деген сөздің көзі кең ашылған деген мағына беретінін жазады. Тасбақа, тосбақа, тостаған бақа. Қазақ тілінде тос түбірінің мағынасы туралы академик Хайдар өзінің кітабында жазған. Түркі тілдерінде түркшеде каплумбаға дейді, бірақ тосба деп те айтады. Түркі тілдерінің заңдылығы бойынша тастан келсе ташбаға деген болар еді. Академик Хайдаров, академик Рабиға Сыздықованың осы айтқандарынан кейін әліппеге тастың суретін салып қоюдың қандай мағынасы қалды. Ал 1939 жылғы әліппеге қойылған тасбақаның мағынасы бар. Олай дейтін себебіміз, оның мағынасын жанында жазып берген мәтіні ашып тұр. Ол жерде айтады, бақа-бақа балпақ, көзің неге тостақ деп сұрақ сұрайды балалардан. Балалардың жас ерекшелігіне лайықты, қызықты бір өлең. Сұрақ-жауап арқылы айтылатын мәтін. Көзің неге тостақ деп сұрағанда балалар қалай жауап береді? 39 жылғы әліппеде қырдан қарауыл көп қарап, көзін содан тостақ дейді. Көріп отырғандарыңыздай, қырдан қарауыл қарап. Қарауыл деген сөз айналаны бақылау, жіті қарау, не болып жатқанын анализдеу, талдау деген мағынаға келетін қарауыл деген осындай сөздің кең мағынасы бар. Және оны балаларға қойып беріп, көзің неге үлкен тостақ болып тұр десе, қырдан қырды, айналаны жіті бақылап қарағандығымнан осындай тостақ болды деп әдемі бір мағыналы мәтін қойғандықтан ол тасбақаның негізгі мағынасы ашылып тұр, және де бұл тасбақаны қоюдағы 39 жылғы әліппеде мақсаты да айқындалып тұр. Ал енді қарауыл деген сөзді өзгертіп жібердік, яғни бұл өлеңнің мағынасы түбірімен өзгеріп кетті. Мағынасы да тәрбиелік мәніде. Ал келе-келе 2021 жылы қойылған буынды үйрету үшін екі қос сөзді қойып бердік.
тас және бақа деген сөзден шықты. Тасбақа деген тас деген сөзден шықты деп тұрмыз. Әліппеде осылай көріп, көзмен көріп, негізі балалар көру арқылы көп қабылдайды. Көріп үйренген тасбақа сөзінің келе тасбақа деген сөзін тастан шықты деп айтатындай деректерді әліппеден үйренетіндей қылып қойып бердік. Тасбақа деп. Әліппедегі тасбақа суретінің әңгімесі осындай. Әңгімеміздің басында сөздерінен үзінді айтқан Сеймур Пейперттің санадағы төңкеріс, балалар, компьютерлер және жемісті идеялар 80-ші жылы шыққан кітабы туралы айттық. Сеймур Пейперт балалар өзі жасау арқылы үйренсін деп жасаған лого тілі осыдан 50 жылдан астам уақыт бұрын жасалса да, қазіргі уақытпен үндесіп тұр. Себебі өнер білім бар жұрттар Сеймурдың білім есігін ашатын кілт идеяларын бүгінгі білім беруге лайықтап дамытып қолдануларында. Сондықтан Сеймурдың тасбақасы тек қосымша құрал ғана, яғни сурет қана. Жасаған жиһазында электрондарды жауып тұру үшін томпақ затпен жапқанда тасбақа болып шыға келген. Бұрын ми туралы білетінімізден ай туралы білетініміз көп еді. Қазір нейрология ғылымы мидың функциясының қалай жұмыс істейтінін, мидың құрылысы туралы жаңа білімдер ұсынады. Ми туралы бұрынғы білгендеріміз ескірді. Қазіргі заманда бала миын дамыту үшін бір сурет көрсету жеткіліксіз. Барлық нәрселер байланыс, қатыс ішінде көрсетіліп, оның себептерін үйренгенде ғана ми жұмыс жасайтыны анықталды. Ал біздің әліппедегі тасбақа 39 жылда мағыналы суретпен, мағыналы мәтінмен берілген суреттің мағынасы мәтін арқылы, сурет арқылы анықталып, ашықталып, ғылыми негізде берілсе, 2021 жылы бұндағы мағына кетіп, тек сурет қана қалған. Осындай қазақ тілін оқытудың тарихы жөнінде қызықты әңгімелер тыңдағыңыз келсе, Естісөз YouTube каналыма және Естісөз Instagram парақшама жазылып қойсаңыз болады.